Автоүймен саяхат. 2025 жыл маусым айы. Біз Астанадан шығып, Бектау ата тауына келіп 2 күн демалдық. Енді Балқашқа қарай бара жатырмыз. С Бектау-ата направляемся на Балқаш. Примерно 70 километров. Побудем на Балқаше 2-3 дня, наверное. Бектау ата тауында тек Теле2 ғана істейді екен. Актив Билайн істемейді, связь жоқ болды. Ордадан шықтық, мына Балқашқа қарай бара жатырмыз. Бұйыртса цивилизация будет, связь будет теперь. Иә, міне Бектау атадан шықтық. Все, кетіп бара жатыр, кондер деген ұрып тұр. Міне домигімізді сөйлетіп алғанбыз. Все, едем на Балқаш. Күшті демалдық, білмеймін, мына жақта 1 ай жүрген сияқтымыз. Жол осындай нашар, біздің прицепке қиын. Шақырым бара жатырмыз. Осылай трассаға шыққанда оңға бұрыламыз. Сол жағында Балқаш қалады, алдымыз Қарағанды. Цивилизация дейсің. Кішкене жүргеннен кейін разворот болады. Осы развороттан солға бұрыламыз. Міне осылай. Осылай Балқашқа қарай жолға түсеміз. Осылай Бектау атада тамаша 2 күн демалдық, 3-ші күні жолға шықтық. Енді Балқаш көліне барып шомылғымыз келеді. Жол деген тамаша ғой, тамаша. Міне, тамаша жол. Сарыарқа, кең дала, айдала, мидай дала. Керемет енді. Бұның өзі де әдемі ғой, әдемі табиғат. Балқаш қаласына жақын қалдық. Балқаш қаласына жеттік. Енді бізге қазір су құйып алуымыз керек. Колонка керек бізге қазір, су іздейміз. Плюс 33 ыстық. Балқаш көліне тез жетіп шомылуымыз керек. Осылай балықтың алдына тұрып суретке түсіп алдым. Міне Балқашқа кірген кезде солға бұрыламыз. Осылай. Бізге Балқаштың ішінен өтіп, ары қарай өтуіміз керек. Бұрын біз Тұраңғылыққа барып шомылатынбыз. Мына Балқаштың ішіне бірінші жолы кіріп жатырмыз. Осындай 5 этажды үйлер кеңес заманындағы. Әрбір жерде ремонттар жүріп жатыр. Ой-ой-ой, мынандай түтін, заводтың түтіні. Осындай қала, Балқаш қаласы. Міне Балқаш көлі көрініп жатыр. Жақын қалдық Балқашқа. Талдарды еккен екен, абаттаған екен. Әдемі бірақ қурап жатыр, өкінішке орай. Су таптық, су құйып алдық, азық-түлік алып алдық. Енді Балқаш көліне барып шомыламыз, жатамыз, демаламыз. Вот, находимся на Балқаше. Пляж.
той стороны город Балхаш. Вот так стоим еще. Тоже заразился рыбалкой. Рыбачим, короче, здесь. Ну, конечно, больших сазанов у меня нет, но вот такие вот воблы. Міне осындай жерге келіп, көлігімізді үйімізді қойдық. Демалып жатырмыз, көлге шомылып жатырмыз. Су тамаша. Кішкене жел бар, бірақ ол кедергі емес. Көлдің ар жағы Балхаш, біз бер жағында бір дача жағы ма, білмеймін, ар жағына өтіп кеттік әйтеуір. Бұғаз сияқты жер екен. Пляждар бар екен. Осылай Балхаш көлінің жағасында, үйімізде жақсы демалып жатырмыз. Телевизор көрініп тұр, барлық канал. Тыныш, жақсы жер екен. Осылай біз 2 күн Балхаш көліне шомылып, жақсылап демалдық. Енді мына 3-ші күні жолға, оңтүстік жаққа жолға шығып жатырмыз. Балхаш қаласынан біз балық сатып алдық. Көп жүрдік. Жолдың бойына осылай тоқтадық, балығымызды қорып жейік деп. Парковки остановились. Дом, да. Вот так. Ладно. Осылай балығымызды қуырып жеп алдық, әрі жолға шықтық. Жолдың бойында осындай Дио деген кафеде жақсы лағман дайындайды. Лағман алып жедік. Осылай Балхаштағы шығынымыз: заправка 4600 теңге Балхаштан, шығанақтан 4200 теңге, Балхаштан азық-түлік 7000 теңгеге және 4000 теңгеге лағман. Мен 15800 теңге кетті Балхаштағы демалысымыз. Осындай айдала. Мына жерде осындай трасса. Шуға тоқсан. Трасса. Үшін тоқтадық. Мына бір көпірдің астынан пойыз өтіп жатыр. Көпі бермейді мен. Деп осындай артында тұрады. Тала күшті 32 ма сондай градустық қазір. Қазір шай-пайымыз ішіп, дайындалып, жолға шығамыз 1-2 сағаттан кейін. Жерде шекпе пісіріп жатырмын. Мынау домашний қаймақ. Мына бәр қаймақ, сүт, домашний молоко. Содан осындай пісірдім бәрін. Енді қаймақтары керемет, енді шай шекте отырмыз. Енді мені шығып жатырмыз. Бағана уборка, мясо жөндедік. Сөйт тамақтарымызды ішіп, енді мен шығып баратырмын. Осылай біз Қантауға келіп түнедік, одан әрі Меркі жаққа қарай бара жатырмыз. Осылай Меркіге жеттік. Бестұрсақ деген магазин бар екен. Короче, мені бір Меркенің төңірегінде бір ауылда кетіп бара жатырмыз. Бұйырса, тауды көріп тұрсыңдар ма? Міне сол жаққа барамыз. Сол жаққа қарай кетіп кетеміз. Біз Меркеден шығып Радоновый источник деген жаққа қарай бара жатырмыз. Таудың арасына ушелеге. Жолдан біз мынада бір керемет жер көрдік. Бұл жер менің ата-бабамның жерлері.
Ботпай бабамыздың жері. Ботпай бабалар. Ботпайдың балалары. Қоралас. Құдақұлдан тараған. Бес торсық мына жерде. Осылай суретке түсіп алдым, елім бес торсық. Дода, Қоңырбай, бес торсық. Сендердің ата бабаларың осы жерде. Шағай деген. Сенбай, Қожай. Мұны қожайлар да осы жерде. Қожай Шағайдан таралған екен. Менің нағашыларым Қожай. Бидос. Осылай жер. Осылай ата бабаларымның жеріне келіп бір марқайып қалдым. Енді міне біз Радоновый источник деген жерге келдік. Речка Меркенка. Таулар. Высокие таулар. Ущельедамыз. Что здесь? Вот там вот так встали. Километра 3, если вниз по этой дороге, санатория Меркенка. Осындай әдемі жерге келіп қойдық көлігімізді. Міне люктан осындай тау көрініп тұрады. Тамаша әдемі жер, өте салқын екен. Қымышып, қуырдақ жеп отырмыз міне Меркенкада. До конца жеттім пещера. Осындай ентер жазып сапты. Осындай жазулар. Метров 100, наверное. Еще щектерді қарай кетеді. Пещера Мерке деген. Весь рост примерно 2 метр, наверное, высота. Қайсы бір жердері выше. Перекрестоктар бар. Направо кетеді. Налево кетеді. Городок сияқты ішінде с перекрестками. Опять перекресток. Направо кетеді. Налево кетеді. И назад на выход.
полный рост жүре бересің, бас тимейді, свободно, асты ровный. Асты тегіс. Вот так вот выход. Опа. И шканда, вот такой вид. Таудың суы сарқырап ағып жатқан тап-таза мұздай су. Көрдік. Енді біз тауды аралаймыз. Тауды арасында жүреміз. Ары-бері таза жұтып, табиғатты тамашалап, тауды тамашалап, көреміз жан жақта не барын. Тауман кетіп баратырмыз выше. Короче, осы таулардың артында Сусамыр недалеко уже. А если мына жаққа қарай прямо, Тоқтагульский ГРЭС, былай қарай уже Талас. Осында қайнар. Бұл жерден шығып жатыр атқылап. Ең таза су осы, минерал толған нағыз су. Табиғи. Жолдың бойында прям родник. Бұдан осылай келе жатқан кезде жолдың бәрінде осындай мысалы алшама, білмеймін какой-то бір жеміс әлі піспеген үйін айы ғой. Кішкене жүрсек, осындай алмалар әлі піспеген, күздік алма болу керек. Тағы да алма піспек қояйын. Тағы да алма. Жолдың бәрі мен, мына жерде өріп табылмайды. Жолдың бәрі жеміс жидек. Даже кеше тауға шықтым, таудың жоғары жағында да бір өрік сияқты бірдеңе өсіп тұр. Көрім ба. Бұндай. Короче, су деген жетет. Таудан аққан. Қардың су, таудан аққан сулар. Білмеймін, бір жерде жүрміз, күшті. Су алмағанымыз жақсы болды, бутылкамен. Жолдың бәрі су екен ғой. Міне, қайнар. Жерден атқылап жатыр. Міне, осындай қайнар. Бисмилlah. Өте тәтті. Өте дәмді су. Бұндай су ішкен емеспін. Өте дәмді. Құрт. Осылай ауылды жерден алды, қойлауды міне. Құрт жеп келе жатырмыз осындай таудың ішінде. Қойдың иісін айбатынай. Қойдың иісі керемет енді. Ай, сендер білмейсіңдер, какой у меня тут. Ай, не деген әдемі. Вот так. Мә деңдер. Ой, молодец. Ой, лақты қара, қозыны қара. Ой, лақты қара, лақты. Атын ұстап тұрмын. Қозыларды салып отырмыз. Мен осылай ұстап тұрмын. Осылай ат. Мен ұстап тұрмын ғой, Жанат. Я же держу. Құртты жеп шөлдеп, су деген қорғап келеді сақ. Жаңа қайнарымыз обратно пути. Осылай тауды керемет аралап келдік. Тамаша әсердеміз. Енді қарнымыз ашты. Кафеге барамыз. Осындай парел. Став алып келдім мына судан. Прям қазір став алып келдім.
қазір бізге жарты етеді осындай. Форель. Да. Yumurtalar. Tapçanlar. Ар жақта беседка var. Жақта пещера. Форелевое хозяйство. Ошеден бассейн болған. Ошеден форель жейміз, балық жейміз. Алдыңнан шығаратын жасаған нәрсіңді Осы жерге отырайық, иә? Тыныш екен. Осындай ыстық нан пісіріп әкелді. Қазір шай ішіп отырмыз. Қазір балығымызды күтіп отырмыз. Сары май келеді бізге. Осындай сары май суббота воскресенье келеді дейді. Ну, не знаю. Біз кетіп қалатын сияқтымыз. Басқа жақтан алармыз енді. Осындай шай ішіп отырмыз. Жаңа форелімізді қуырып алып келді. Мінекей 2 форель. Мұндай пиязбенен шай ішіп, ыстық нан отырмыз. Таудың ортасында. Чайымыз енді керемет, иә, Жанат? Очень вкусно, осындай природада. Ай деп аузым ашылып жүрген адамын. Күшті енді тау. Өзімнің предкелерімнің жері ғой. Осымен біз осы жерде 2 күн тамаша демалдық. Таза ауа. Ертең Тараз жаққа жолға шығамыз. Кафеге 6000 теңге кетті. Меркеден заправка 4000 теңге кетті. Меркедегі демалысымыз 11000 теңге. Суретіміз бар біздің. Осындай біреу қоймай суретке өтсінде өтсінде деп 1000 теңгеге деп не жарайды деп түсірдік енді. Көңілін қимады ғана бір кісі екен үлкен. Бізде нақты маршрутымыз жоқ. Білеміз оңтүстікке, Шымкент, Түркістанға бара жатқанымызда. Жолдан қай жер ұнайды, сол жерде біз тұрақтап қаламыз, демалып. Одан әрі жүре береміз осылай. Мы едем в Тараз. Бүгін ертең Таразда жүреміз. Завтра, наверное, Шымкент.